Джек Лондон, Мартин Иден. Бірінші тарау. Алда келе жатқан жігіт француз кілтімен есік ашты. Оған ерген жас жігіт табалдырықтан аттамас бұрын әлденеге қолапайсызданып жолға тартып, басындағы кепкасын қолына алды. Оның жұпыны шидем киімінен теңіз лебі аңқиды. Кейін холлға кірген кезде бұл жігіттің не қылса да берекесі қашайды деді. Кепкасын қайда қоярын білмей, қалтасына енді жатырғалы жатқанда серігі жайраңдап өзімсініп қолынан кепкасын ала қойған еді. Оның бұл қылығы жігітке ұнап кетті. Жағдайға түсінетін жақсы жігіт екен. Тегі ұятқа қалдырмас деп ойлады ішінен. Еденді жоғарыла төмен теңселтіп тұрғандай ол найқалып, аяғын нағарбай басып, серігінің соңынан жүріп келеді. Алшаңдаған албамсадай жігітке дағарадай бөлме тар көрінді. Ол есіктің жақтауын иығымен қағып кетірмекем деп, немесе каминнің үстінде тұрған жалтырауық жарқырауықтарын ұшырып жібереме деп зәресі қалмады. Олай-бұлай орынсыз бұрыла бергендіктен қайдағы жоқ бәлеге өзі бас болды. Рояль мен үстінде үйіліп тұрған көп кітап жатқан столдың арасынан 6 адам еркін өтер еді. Сол арадан әлденеге сасқалақтап бір өзі әрең өтті. Соқтаудай болып салбырайған екі қолын қоярға жер таппағандай. Бірде стол үстіндегі кітаптарды қағып кетем-ау деп үріккен аттай орғып түскенде рояльдің түбіндегі орындықты құлатып кете жаздады. Ол алдында алаңсыз еркін жүріп келе жатқан серігіне қарап, өзінің арпыл-тарпыл жүрісін ерсі көрді. Екі бетін оттай дуылдап кетті. Маңдайынан шып-шып тер шықты. Сәл кідіріп, орамал мен күнге күйген қоңырқай бетінің терін сүртті. Артур, достым, сәл кідіріңізші деп, ол ұялғанын сездіргісі келмей, әзілдей сөйлеп, көрмеген жердің ой-шұқыры көптеген осы да. Берекең бітті. Кішкене есімді жиып алайыншы. Өзіңіз білесіз ғой, осында келгімде жоқ еді. Семьяңызды мені көруге антығып отырмаған болар. Ештеңе етпейді, саспаңыз, деді ол. Бізден қаймақпай-ақ қойыңыз. Өзіңіз сияқты қарапайым кісілерімізді. Маған келген ау сірә. Хаттар, деді. Артур қонағым сәл солқын бассын деп ойлады да, стол басына барып, конвертті ашып, хатын оқи бастады. Бұл жігіт жаратылысынан сезімтал, сергек жан еді. Сырттай сасқалақтап жүрсе де, кісілігін сақтай білді. Маңдай терін тағы бір сүртіп, қазулы орға түсем бекен деп сезіктенген тағыдай, ол тағы да жан-жағынан сескене тосырқап қарайды. Бәрі жат, не істеп не қоярын білмейді. Өзінің тым доғал, рабайсыз адам екенін енді ғана түсінгендей. Осылай өз-өзінен қуыстанып, қатты қысылып отырғанда, хат оқып отырған Артурдың ара-тұра көзін ала беріп, күлімсіреп қарағаны өңмегеннен оқтай тиді. Бірақ көзіне көзі түсіп кеткенде сыр берген жоқ. Себебі ол өмірінде талайды көріп, әр уақытта ең алдымен тәртіп, әдеп сақтау ләзім екені
көңіліне берік түйген. Асылы бұл жай шымбайына тимей де отырған жоқ. Мұнда келгеніне өкінді де, дегенмен бір келіп қалған соң не болса да нар тәуекел, ақырын тосайын деп отыра берді. Бұрынғыдай емес, бойын жиып, намысына тырысып, қатуланып, көзінен кейістік оты ұшқындап кетті. Ол тағы да жан-жағына көз салды. Бұл жолы көргенінің бәрін ұсақ түйегіне дейін жадына тоқып алмаққа ниет етіп, әдепкідегіден гөрі бойын еркін ұстап отырды. Оның таңнана таңырқай қараған көзінен еш нәрсе қағыс қалмаған еді. Сәнді жасау жиһаздарды көрген сайын көңілі жадырап, көз жанары жыли бастағандай, оның сұлулыққа жаны құмар еді. Мұнда көзге қонақ бергендей көркем дүние көп екен. Бір сәтке қабырғада ілулі тұрған сырмен салған суретке көзі түсті. Жағалаудағы жартасқа дүрс соғып, көкке шапшаған асқақ толқын, аспанда торлап алған түнере түксиген бұлт етегінен жаңа ғана ұясына қонып бара жатқан күннің шұғыласы көрінеді. Ақбас асау толқындардың шоқтығында бір кішкене желкеме қалаңдайды. Ойыса зарлап келе жатқан кеменің палубасы алақанның аясындай ап-анық көрініп тұр. Сурет сұлу дүние екен. Сұлулық әрқашанда жігітті өзіне тартушы еді. Ол икемсіздігін елең қылмай суретке жақындап барған еді. Жаңа ғана көз тартқан сұлулық қайып болды. Оның орнына айғыз аламыш бояуға қарап мелшеді де қалды. Кейін шегінді. Шегінген сайын сурет жарқырап, жаңа түскен суретте болып көрінді. Көз байлайтын сурет екен деді де бұрылып кетті. Осыншама сұлулықты көз байлау үшін қор еткеніме деп қатты ренжіді. Оның көркем рәсімнен хабары жоқ еді.